пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бірнеше хадистер келеді. Сол хадистерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ла таджалу буютакум мақабир. Үйлеріңді қабірстанға, молаға айналдырмаңдар. Инна шайтана янфуру минал байтиллази туқрау фихи суратул бақара. Шайтан бақара оқылған үйден қашады дейді. Қай үйде бақара оқылатын болса, ол үйден шайтан қашады дейді. Сол үшін де үйлерімізде көбірек бақара сүресін оқи алмайтын адам ең болмағанда соның дискісін қойып, бақара сүресі үйден шығып тұру керек. Бізде өкінішке орай көп жағдайда үйлерімізде ненің дауысы шығады, телесериалдың дауысы шығады, өлеңнің дауысы шығады, тағы да басқа да сондай жаман нәрселердің дауысы шығады. Ол нәрселер жын шайтанды үйге шақырады. Ал бақара сүресін оқу, жалпы Құран оқу үйді нұрландырады және үйден сондай жаман нәрселерді кетіреді, үйге береке кіргізеді. Сол үшін де әрдайым үйімізде бақара сүресін оқып тұруымыз керек. Хадисті имам Муслим және имам Тирмизи риуаят еткен. Келесі хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: иқрау захрауайн ал-бақарата ва сурата али имран. Екі захраны оқыңдар деді. Захра яғни сондай жарық беруші дегенді білдіреді. Иншаллах, Али Имран сүресі, бақара сүрелері адамның өміріне нұр береді, адамның өмірін нұрландырады, өміріне жарық кіргізеді және иншаллах қабірімізді нұрландырады. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. Ол екеуі қиямет күні бұлт секілді келеді дейді. Адам қиналып тұрған кезінде, күн жақындатылған кезде осы сүрелер адамға көлеңке болады. Кәннахума ғамаматан, яғни екі бұлт секілді, екі сүре келіп, соны оқыған, соған амал еткен адамға көлеңке болады. Ау кәннахума фирқан мен тайрин сауаф. Немесе аспанда қалықтап, қанатын жайып ұшқан құстар секілді дейді. Яғни екі сүре, екі топ құстар секілді. Құстарды білесіздер, көп болып, барлығы қанатын жайып бірге ұшқан кезде. Яғни тура солайынан құс секілді келіп, өзінің иесіне, яғни соны оқыған адамға көлеңке болады. Және тухаджани ан асхабихима. Соны оқыған адамдар үшін таласады дейді. Адамдар үшін таласады, келіп куәлік етіп, соған шапағатшы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа хадистерінде Құран тура солай келіп шапағатшы болатындығы жайында айтылады. Және соның ішінде осы екі сүреде келіп оқып үйренген адамға Бақара мен Али Имранды шапағатшы болады. Иқрау суратал бақара. Бақара сүресін оқыңдар. Фа инна ахзаха барака. Оны алу, яғни оны жаттау, үйрену барака, береке дейді. Ва таркаха хасра. Оны тастау қасірет, қайғы дейді. Ва ла тастатиуха ал-батала. Және сиқыршылардың оған шамасы жетпейді дейді. Яғни осы сүрені оқу бұл сиқырды кетіруге де өзінің әсерін, өзінің пайдасын тигізеді. Және бұны оқып жүрген адамға иншаллах сиқыр зиянын жеткізбейді. Хадисті имам Муслим рахимахуллах риуаят еткен.